Әр үміткердің жұмысының артында біз көрмеген, біз білмейтін қаншама еңбектер жатыр. Күнделікті репетиция, прогон, ал еңбек әрқашан да бағалану керек. Специальную премию Союза театральных деятелей Казахстана в номинации «Лучший осветитель года» вручает член Президиума Союза театральных деятелей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Шамиев Елкунжан. Сегодняшней программы «Лучший осветитель года» решением авторитетного выборного жюри специальный диплом в данной номинации присуждается Ахметов Иламан Жақсыбайұлы, Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театры. Келесі марапаттау ең үздік жылдың музыкалық көркемдеушісі номинациясы. В эту номинацию были представлены более 10 работ, однако победителем в данной номинации становится Амралинов Мақсат Ақылбайұлы, Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл Жабаев атындағы драма театры. Вручение специальной премии мы приглашаем на эту сцену члена Президиума Союза театральных деятелей Казахстана, заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, заслуженного артиста Республики Казахстан Токарева Михаила Михайловича. Дорогие друзья, ну вот такая накладочка произошла, наверное. Да? Но все равно я поздравляю всех уже тех, кто получил награды и Чемкент. Ну, в общем, я вот рад за Чемкент очень. Я поздравляю всех, кто получил награды, и тех, кто еще получит. Құтты болсын, бір-екі ауыз сөзім бар ма айтатын? Все, спасибо. Ассалаумағалейкум. Енді көп сөйлемей қояйық, біз тек тыңдап отырғанды жақсы көреміз. Баршаңызға көп-көп рахмет, құрметті ағайын. Қазақтың өнері жасай берсін. Аман бол, Мақсат, құтты болсын. Это лучший менеджер года. Театральных деятелей Казахстана в номинации «Лучший менеджер года» приглашаем на сцену члена Президиума Союза театральных деятелей Казахстана, заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Есенгелді Жумахулулы Туяков. А обладателем специального диплома в номинации «Лучший менеджер года» становится Ивлев Юрий Иванович. Сказать, что я очень рад, то ничего не сказать. Я просто счастлив. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Құтты болсын. Рахмет, Есенгелді аға. Әрі қарай жалғастырған театр қайраткерлері одағының келесі ұсынылып отырған номинациясы ең үздік жылдың театр туралы мақаласы деп аталады. Қазақстан театр қайраткерлері одағының ең үздік жылдың театр туралы мақаласы атты арнайы номинацияны табыстау үшін сахнаға өнер тану ғылымдарының докторы, профессор, театр танушы Бақыт Нұрпейс ханымды шақырамыз. Премией «Лучшая театральная статья года» становится Жақсылыкова Меруерт, театровед. Меруерт ханым, құтты болсын. Сый ақысы 300 000 теңге. Баршаңызға көп рахмет. Енді жүлдені аламын деп ойламаппын. Өте қуаныштымын. Мен көп сөйлемеймін, мен жазамын. Торжественного награждения мы приглашаем на сцену члена Президиума Союза театральных деятелей Казахстана, выдающегося драматурга, заслуженного деятеля Казахстана Султанали Балғабаева. Ал осы номинацияның арнайы дипломы Мұрат Қолғанат мырзаға беріледі. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік академиялық драма театры. Барлық театрларға мен мақтап отырмын, өте керемет работа. Болашақты көмген бұл. Осылармен жұмыс істесеңіздер театрлар жақсы болады. Бәрімізге тартып беріп рахмет.
Әрине аға, сіз батаңызды беріп жатсыз, бәрі жақсы болады, Алла қаласа. Қайдырыш, құрметті университет ағайын, бірінші кезекте үлкен алғысты театр ұжымы әуезов театрға айтамын. Сонымен бірге осы еңбегімізді бағалап жатқан қайраткерлер одағына мың алғыс, баршаңызға жосты болсын. Рахмет. Бүгінгі бағдарламамыздың келесі номинациясы ең үздік драмалық спектакль балетмейстері. Для вручения премии Союза театральных деятелей Казахстана в номинации «Лучший балетмейстер драматического спектакля» приглашаем на нашу сцену члена Президиума Союза театральных деятелей Казахстана, народного артиста Республики Казахстан, режиссера, драматурга Ерсайын Төлеубай. Қазақстан театр қайраткерлері одағының ең үлкен театр өнерінің кәсіби сыйлығымен жылдың ең үздік драмалық спектакльдер балетмейстері номинациясында Рыстық Айша Сағынбайқызы Иманбекова марапатталады. Абай атындағы Семей мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры. Анамның атынан үлкен алғыс айтамын. Өте қуаныштымын. Мамамды мақтан тұтамын. Біріншіден, келіп отырған қауым, актерлар, режиссерлар, драматургтар, театр қайраткерлері. 60 жылдық тарихы бар қазақтың өнері әлі 60 ғасыр жасай берсін. Самые лучшие театральные коллективы — это Чимкентский русский театр. Он лучший коллектив, поэтому я почему-то упустил. Наверное, я их сильно люблю. Вручается директору Вербицкому Евгеньевичу. Коллективу большой привет. Этот театр, конечно, очень тесное сотрудничество наших союзов театральных деятелей. Там ребята очень талантливые. Вот, поэтому это одна из лучших театров из 54, наверное, 60 театров, понимаете. Я уже забыл считать. Каждый день открывается театр, поэтому я прошу прощения. Ну и как актер всегда хочется еще раз выйти на сцену. Дорогая,